Қайырлы күн мұғалімдер мен оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбын білу үшін бірнеше сұрақтың жауабын тауып көріңіздер. Қайырлы күн мұғалімдер мен Пошатаңызға көмірқышқыл газы, су, азот бөлінеді. Лакмустан түсі көк түске боялады. Ал не дейді оқушылар бізде ол қосылыс жанған кезде дейді су 2, H2O және N2 газы бөлінеді дейді. Сонымен қатар лакмустар көк түске боялады. Лакмустар бізде қандай қасиет болған кезде көк түске боялады дейді? Есімділік немесе негізгі қасиет болған кезде. Яғни бұл қандай қосылыс деп ойлайсыздар енді? Азот қосылыс. Азот қосылыс. Оның атауы қандай бізде? Аминдер, иә? Демек, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қандай болады деген сөз? Аминдер деген сөз, иә? Біз өткен тақырыпта аминдердің жалпы құрылысымен, алыну жолдарымен танысқан болатынбыз. Енді бүгін біз қандай тақырып өтеді екенбіз демек, аминдердің физикалық және химиялық қасиеттерін өтетін боламыз. Бізде жалпы бүгінгі тақырып не екен? Аминдердің физикалық және химиялық қасиеттері екен, иә? Жалпы біздің оқушылар бүгінгі сабақтың мақсаты аминдердің физикалық және химиялық қасиеттерімен танысу, түсіну және оны қолдана алу. Сонымен қатар бізде жалпы аминдердің бірнеше түрі бар. Өткен сабақта өткенімізде, иә? Қандай түрлер бар еді? Қандай түр бар еді? Біз 3 топқа бөліп қойдық. Екіншілік, үшіншілік. Яғни осы аминдердің біз не істейміз? Негізгі қасиеттерін салыстыратын боламыз, иә? Бүгінгі сабақтың мақсаты осылай. Енді біз оқушылар бүгінгі үй тапсырмасын орындауымыз керек болады, иә? Үй тапсырмасын орындау үшін мына QR арқылы кіріп, квиз сұрақтарын шешсек. QR арқылы барлығымыз кірейік, квиз сұрақтарын шешсек. Үй тапсырмасы бойынша сіздерге жалпы 10 сұрақ қойылған болатын. Сіздерге таныстырып өтейін, біздің жалпы БХ3 тобының телеграмда осындай каналы болады. Яғни бұл каналда не істейді? Бізде жалпы үй тапсырмасы, жалпы чат, квиз тапсырмасын орындау үшін бөлек-бөлек каналдар ашылып қойған. Яғни осы жерде мен оқушыларға үй тапсырмасына міне квиз істеген сұрақтар 10 сұрақтан тұратын енгізгем. Қазір оқушылар осыны шешеді, яғни сол балл бойынша бағаланатын болады бізде. Үй тапсырмасын орындап болғаннан соң тағы да мен түсіндіретін боламын сіздерге. Бүгінгі сабақтың құрылымы. Жауап берейік оқушылар. 10 ғана сұрақ бар жоғы. 3 оқушы, 4 оқушы жауап берген ажырда. Басқаларымыз жауап берейік. Жауап берейік. 10 ғана берген. Толық бітсек кері байланыс берейік. Аминдер дегеніміз не дейді? Жауабы қайсы болады бізде? С жауабы азотты органикалық қосылыстар, иә? Аминдердің аммиактан айырмашылығы көмірсутек радикалын ауысымды. Сүттік атымды. Келесі, үшінші сұрақ. Аминдердің қанша түрі бар? Үшінші айтып өткенімізде, иә? Жақсы, молодцы. Келесі, бастапқы аминде амин тобына қанша радикал болғанады? Ол демек қандай амин болады? Біріншілік аминдер болады екен, иә? Келесі, екіншілік аминде аммиак молекуласындағы сутек саны қанша? Екеу ма? Біреу болмай ма оқушылар? Негізі біреу болу керек, нәтиже қатесіп кетті, иә? Жалпы бізде қалай болады ол оқушылар? Бізде екіншілік амин дегеніміз мына жердегі көміртекке не істейді? Біз үйрететін қоя спиртері мынаны жауып қоямыз және мына көміртектің көршісі біреу болатын болса, демек ол бізде не болады? Біріншілік амин деген сөз. Ал екіншілік амин дегеніміз NH2 тобын жабамыз және мына жаққа тағы да бір көршісін жалғайтын кезде бізде қандай амин тобы жалғанады екен? Екіншілік амин тобы жалғанады екен, иә? Осыны түсіндіріп тұр бізде. Так, үшіншілік амин қайсысы? С жауабы
болады. Мен топқа уже сіздерді рандомға бөліп қойдым. Бұл жерде бізде 2 топқа бөлінетін боласыздар. Ашылды ма? Бізде мынандай 2 топ болады. Бірінші топ бізде аминдердің физикалық қасиеті, екінші топ бізде аминдердің химиялық қасиеттері. Бірінші топта бізде болады екен мына жаққа жалғасайық. Айберген, Амина, Аяжан, Аяна, Гүлназ, Гүлсезім, Көркем келсін. Екінші топ бізде аминдердің химиялық қасиеттері. Ол топта бізде Амел, Ақмаржан, Баян, Ердәулет, Мадияр, Нұртай, Сымбат келсін. Енді біздің сабағымыздың бағалау жүйесі қалай болады? Ең басты сұрақ осы деп ойлаймын. Біздің сабақтың бағалау жүйесі оқушы өзін-өзін бағалайтын болады. Яғни бұл бағалау карточкасында бізде оқушының әрбір критерий бойынша бағалар берілген. Үй тапсырмасына 2 балл, тапсырманы орындауға 3 балл деген сияқты. Және сонымен қатар балл қандай жағдайда алынады, оны да жазып қойдым. Яғни бұл жерде сабаққа белсенділік болмаса, тәртіп сақтамаса, сабаққа жаңағы дәптерсіз келген оқушы болса, өзінен -1 балл беріп отырса, өзімізді честно бағаласақ, оқушылар мынаны таратып алсаңыздар, сіздер мынаны таратып алсаңыздар. Жақсы, біз бағалау жүйесін айттық, өткен тақырыпқа шолу жасадық. Енді келесі біздің бүгінгі өтетін тақырыбымызға оралатын болсақ. Яғни біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз не екен? Аминдердің физикалық және химиялық қасиеттері. Мынау бізде өткен тақырыпқа шолу. Яғни бізде аминдерде не болады екен? SP гибридтелу бізде SP 3 болады, сонымен қатар градустары 102 градусты құрайды. Сонымен қатар бізде оның 3 түрі бар деп жаңағы айтып кеткенімізде. Енді келесі бізде осы жерде аминдердің физикалық қасиеттеріне тоқталып өтейік. Біз жалпы органика бөлімінде айтамыз, үйдің ең кішкентай баласы, кім деп айтамыз, метан деп айтамыз. Сол сияқты бізде де аминдерде де осындай жаңағы ережені ұстансақ болады. Яғни үйдің кішкентай баласы, ол кішкентай болғаны үшін ол не істейді? Көбірек еру процесіне түседі. Яғни молекулалық массасы неғұрлым кішкентай болған сайын оның еруі жылдам болады. Ал молекулалық массасы үлкейген сайын оның суда ерігіштігі не істейді? Төмендейді. Осы нәрсені, осы теорияны айтып отыр бізде осы жерде. Сонымен қатар бізде жалпы оқушылар аминдердің химиялық қасиетіне тоқталатын болса, бізде жалпы аминдер қандай қасиет көрсетеді дедік жаңа? Сіңтілік? Негізді қасиет көрсетеді. Яғни бізде аминдер негізді қасиет көрсеткендіктен, ол жерде қандай заттар түзіледі деп ойлайсыздар? Газ, гидроксид, гидроксид, немесе біз не деп айтамыз? Тұздар түзіледі. Яғни біз жалпы органика тақырыбында катион, анион деп бөлмедік қоя, бірақ осы жерде бізде аминдер тақырыбында NH3 деген не болады екен? Плюс зарядты болады екен. Осы химиялық реакциялар беріп тұрған. Бірінші химиялық реакция бізде аминдерді суға қосу арқылы не алады екен біз? Гидроксидтерді алады екен біз. Келесі бізде жалпы аминдерге біз жаңағы галоген сутектерді қосу арқылы біз не алады екенбіз? Хлоридтерді алады екенбіз. Келесі біз осы аминдердің хлориді бар. Мысалы CH3, NH2. Осыған біз не істедік? Бірінші су қостық. Су қосқан кезде бізде не істейді? NH3 болып кетеді және OH болады. Осы жерде біздің зарядымыз плюс және минус болып кетеді. Келесі бізде химиялық қасиет нені көрсетіп тұр? NH2-ге H хлорды қосу арқылы біз нені алады екенбіз? Хлоридтер немесе тұздарды алады екенбіз. CH3, айтыңызшы өзіңіз. NH3, сосын хлор. Келесі бізде осы жерде біз осы қосылысымызды ала отырып, біз оларға сілті қосу арқылы аминдерді қайтадан алады екенбіз. Ол қалай жүреді? Бізде CH3, NH3, хлор, осыған сілті. Бір сілті айтыңыздаршы. Натрий OH. Натрий OH-ты қосу арқылы біз қайтадан нені алады екенбіз? Аминнің өзін және тұз және не бөлініп кетеді? Су H2O бөлініп кетеді екен. Келесі бізде химиялық қасиеті ең соңғы бізде
осы аминдер бізде сапалы реакцияға түседі екен, иә? Сапалы реакция органика бөлімінде қандай сапалы реакциялар бар еді ғой бізде? Санаулы ғана еді ғой, иә? Қандай еді? Күн сайын реакциясы, мысақ сегмент қоту, сонымен қатар бізде бром суы деген бар, иә? Яғни бізде бром суымен реакцияға түскен кезде сапалық реакциямыздың түсі қандай болады? Бром түсі қандай түседі? Қоңыр түскен қандай түске айналады? Түс түске айналады, иә? Осы реакция жүреді екен. Яғни бізде бұл жерде кімді беріп қойған? Аминді беріп қойған, иә? Немесе біз кез келген аминмен реакцияға түсіре берсек болады, иә? Мысалы, SH3, NH2-ге бром суын қосу арқылы қандай қосқын салады екенбіз оқушылар? Айтайықшы. Сосын NH бром негізі не бөлініп кетеді? H бром бөлініп кетеді екен. Бізде бұл жерде реакцияның типі қандай болып тұр? Орын алмасу реакциясы болып тұр. Соңғы бізде органика бөлімінің ең оңай реакциясы қандай реакция бізде? Жану реакциясы. Жану реакциясы осы жерде ең ерекшелігі қандай бізде? Міне, осы жерде бізде SH3, NH2-ге оттекті қосып жаққан кезде бізде SO2, H2O және N2 деген газымыз бөліп кетеді. Аминдердің ең ерекшелігі осы екен, иә? Қосымша өнім кім екен бізде? Азот екен. Жақсы. Оқушылар, бүгінгі біздің тақырып сіздерге түсінікті болды ма? Біз не өттік? Физикалық қасиеттер және химиялық қасиеттер. Енді біз тақырыпты өтіп болғаннан соң сіздерді жалықтырып алмау үшін бір сергіту сәтін ойнатып жіберсек, иә? Сергіту сәті бізде тақырып бойынша емес, жалпы химияға байланысты болады. Бізде мына жақта суреттер көрсетілген. Осы суреттер бойынша әр топтан оқушылар қол көтеріп айтса, мына суреттің мағынасы қандай бізде? Баян яғни бұл жерде қандай ортаны көрсетіп тұр? Итсі бұл сіткілік натрий OH зіті болып табылғандықтан ол бізде жақсы жарайсың. Келесі ол бізде қандай мағынаны білдіреді? Кім айтады? аллотропиялық түрі өзгерістері, алмас, графит, көмір деген секілді. Жақсы жарайсың. Келесі бізде нені білдіреді? Мырыш талин қосқан, мыстың сульфатын қосқан, иә? Бұл жерде қандай